Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен алмұрт қосылған ерекше өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді, оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіз. Ауызда ерейтін пирог болып шығады. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызды аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз. Үстінен қант ұнтағын саламыз. Не болмаса қант қолдансаңыз да болады. Венчиктің не болмаса миксердің көмегімен жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Үстінен 2 жұмыртқаның сары уызын қосамыз, желток. Тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қопсытқышымызды саламыз. Үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қолдың көмегімен жақсылап осылай біріктіріп аламыз. Қатты көп илеудің қажеті жоқ. ұн мен сары майды біріктірсек болғаны. Неге біздің қамырымыз осылай жиналады? Осылай үгілмелі қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды аламыз да 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу етіп бөліп аламыз, екінші бөлігін кішірек. Оны бетін әрлеуге пайдаланатын боламыз. Енді табамызды аламыз. Табамыздың диаметрі 24-26 сантиметр. Астын май жағып, не болмаса пергамент қағаз төсеп, қамырды осылай орналастырып аламыз. Қолдың көмегімен бір келкі етіп жайғастырып шығамыз астына. Одан кейін қолдың көмегімен бір келке етіп бортике жасаймыз. Тегістеп. Барлығын бір келке орналастырып шықтық. Енді салмасына кірісейік. Салмасына 3-4 дана орташа көлемде алмұртты пайдаланамыз. Алмұрттарымыз жұмсақ, дәмді болса, пирогымыз да дәмді болып шығады. Мен жұмсақ, дәмді алмұрт пайдаландым. 4 данасын қолдандым. Осылай ұсақтап, кубиктап турап шығамыз. Ортаңғы бөлігін дәндерінен ажыратып алып тастаймыз. Барлығын турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Үстінен құмшекерімізді қосамыз. Келесі кезекте лимонның цедрасы, яғни лимонның қабығын үккіштен өткізіп қосамыз. Ол ерекше иіс және дәм береді. Бір ас қасықтай лимонның согын қосамыз, сығып алып қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Қалауыңызша мейіз қосып жіберсеңіз де болады. Енді дайындап қойған формадағы қамырымыздың үстіне салмамызды салып, қасықтың көмегімен бір келкі етіп орналастырып шығамыз. Енді бетіне деп алып қойған қамырымызды аламыз. Астына кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді оқтаудың көмегімен үлкейтіп жайып шығамыз. Осылай жұқалап жайып алдық. Енді осындай формочканың көмегімен гүлдердің формасына келтіріп кесіп шығатын боламыз. Сіздер өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай бетіне қойып әсемдейтін боламын. Кез келген әрлеу түрі жарай береді. Ол сіздің әрлеуіңізге байланысты. Неге енді жаңағы гүлдерімізді алып, салмамызға осылай орналастырып шығамыз бәрін. Бір келкі етіп, әдемі етіп, жайғастырып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Бұл пирог маған өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз, отбасыңызды қуантыңыз, және де тапсырысқа жасасаңыз да өте керемет өзгеше пирог.
Осылай барлығын орналастырып алдық. Бетіне қалауыңша жұмыртқаның сарысын жақсаңыз болады. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді, үгілмелі, ауызда ерейтін алмұрт қосылған бәлішіміз дайын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.